бірінші болып сезімін білдірді. Келесі сұрақ, кім бірінші болып ұрысты бастайды? Көрсетсеңіздерші? Бір уақытта көрсетіңіздерші? Жақсы. Кім бірінші болып кешірім сұрайды? Өзі бастайды, сосын өзі кешірім сұрайды дейсіз. Келесі. Кім ақылдырақ деп ойлайсыздар? Келесі. Кім көп ұйықтайды? Кім үнемі кешігіп жүреді? Кім ақшаны көп жұмсайды? Кім пысық? Кім қырсық? Кімнің мінезі ауыр? Кім романтик? Кім тез ренжіп қалады? Кім тез кешіреді? Кім көбірек сөйлейді? Кім батыл? Есіме қалдым. Кім батыл? Батыл. Кім жалқау? Ұялып тұрсаңыз да көрсетіп жатсыз. Кімнің жауапкершілігі жоғары? Кім бірінші хабарласады? Осы кезде қосып кетсем бола ма? Иә. Мен азында ұйықтап отқан кезде Назик бірінші оянатты, мен звондап сол кезде оятады. Сосын артынан өзім жазам. Кім бірінші ерте тұрады, сол хабарласады, иә? Кім көбірек жоспар құрады? Кім тәттіні жақсы көреді? Кім көп табыс табады? Кім үй шаруасына пысық? Кім киноны таңдайды? Бірге көретін киноларыңызды кім таңдайды? Осы кезде айтсам бола ма? Айтыңыз. Негізі киноны екеуміз де жақсы көреміз да, бірақ әлі киноға бармаппыз. Бірге бармапсыздар ма? Иә, негізі киноға көп баратынбыз, негізі бұл да менде, бірақ вообще әлі барған жоқпыз киноға. Ал керек болса енді барыңыздар, міндетті түрде бір жақсы романтикалық фильмге барсаңыздар болады. Ал кім достарымен жиі кездеседі? Кім көп уайымдайды? Кім көп күледі? Кім айтқанынан қайтпайды? Жаңағы қырсық дегенге келетін сияқты, иә? Жақсы, болды, көздеріңізді аша берсеңіздер болады.